Абай Құнанбаевтың тарихи кезеңді баяндап бейнелеген өлеңі «Сегіз аяқ». Алыстан сермеп, жүректен тербеп, шымырлап бойға шайылған, қиуадан шауып қисынын тауып тағыны жетіп қайырған, толғауы 90 қызыл тіл, сөйлеймін десең өзің біл. Басында ми жоқ, өзінде ой жоқ, күлкішіл кердең наданның, көп айтса көнді, жұрт айтса болды, әдеті надан адамның, бойда қайрат, ойда көз, болмаған соң айтпа сөз. Қайнайды қаның, ашиды жаның, мінездерін көргенде, жігерлен, сілкін, қайраттан беркін, деп насихат бергенде, ұятсыз, арсыз салтынан, қалғып кетер артынан. Аулаққа шықпай, сыбырлап бұқпай, мейірленбеш еш сөзге, пайдасыз тақыл, байлаусыз ақыл, атадан бала ой өзге, санасыз, ойсыз жармес, өз ойында ар ермес. Тасыса өсек, ысқырса кесек, құмардан әбден шыққаны, күпілдек мақтан, табытың қаққан, аңдығаны баққаны, ынсап ұят терең ой, ойлаған жан жоқ, жауып қой. Болмасын кекшіл, болса іші көпшіл, жан аямай кәсіп қыл, орынсыз ыржың, болымсыз қылшың, болама дәулет нәсіп бұл, еңбек қылсаң ерінбей, тояды қарның тіленбей. Егінің ебін, сауданың тегін, үйреніп ойлап мал ізде, адал бол байтап, адам бол малтап, қуансаң қуан сол кезде, біріңді қазақ бірің дос, көрмесең істің бәрі бос. Малыңды жауға, басыңды дауға, қорқылма қорға татулас, өтірік ұрлық, үкімет зорлық, құрысын көзің ашылмас, ұятың арын оянсын, бұл сөзімді ойлансын. Жартасқа бардым, күнді айғай салдым, онан да шықты шаңғырық. Естісем үнін, білсем деп жөнін, көп іздедім қаңғырып. Баяғы жартас, бір жартас, қаңқ етер түкті байқамас. Атадан 6, анадан 4, жалғыздық көрер жерім жоқ. Ағайын бек көп, айтамын ептеп, сөзімді ұғар елім жоқ. Моласындай бақсының, жалғыз қалдым, тапшыным.